Қайырлы күн, құрметті оқырмандар, мен Лев Толстой атындағы әмбебап ғылыми кітапханасының қызметкерімін. Даналар жолы халық мұрасы деп аталатын кітап көрмесінің кейбір кітаптары мен басылымдарымен таныстыруды жалғастырамын. Бүгін сіздердің назарларыңызға Жұлдыз журналының 2010 жылдың 8 нөмірінде басылып шыққан Тоқтар Бейсқұловтың Әнуар Әлімжанов туралы бірер сөз атты мақаласын ұсынамын. Оның басына түскен тауқымет аз болған жоқ, әсіресе балалық шағы қасіретті өтті. Әкесі Тұрлыбек 3 ағайынды еді. Жақыпбек, Тұрсыбек деген 2 інісі мен еншісі бөлінген. Олар да әке-шешелерінен жетім қалған жандар еді. 29 жасар Тұрлыбек етік тігіп, ұста мен ағашшыға көмектесіп, омартада жұмыс істеп, өзін де 2 інісін де асырайды. Алайда тұрмыс қиын. Әнуардың жетімдігіне аянышпен қарайтын, қолынан келетін жәрдемін аямайтын ауыл адамдары аз болған жоқ. Кенехан деген ұстады, Үмітжан деген сауыншыды, шешесінің сіңілісі Бибікенде. Әсіресе Үмітжан өзінің туған анасындай болды. Сүт қаймағын, нан шайын аузына тосатын, күтіп бағатын. Тар кезеңнің таршылығына қарамай талпыну, қалайда оқу керектігін ерте түсінген ол, жан төзгісі жағдайларға шыдап алға ұмтылды. Интернатта да тұрды. Жаяулаты белестерден асып, Ойжайлау деген үлкен таудың шұңқырындағы Лепсі қаласына келіп, педагогикалық училищеге оқуға түседі. Училищені ол 1949 жылы бітірді де Алматыға бет алды. Қазақтың мемлекеттік университетінің журналистика бөліміне түсті. Университетті бітіргеннен кейін газет қызметіне араласты да кетті. Орыс тілінде жазатын, ол орысша шығатын газеттерде істеп, жаңа еңбек баспалдақтарымен асықпай, аптықпай ілгері қадам баса берді. Журналистігін Алма-Атинская правда газетінен бастаған ол, жоғарылап одақ бойынша шығатын литературная газетаның Қазақстан бойынша меншікті тілшісі, одан соң Ленинская смена газеті редакторының орынбасары, Қазақстан және Қырғызстан республикалары бойынша Правда газетінің тілшісі, Қазақ фильм студиясының бас редакторы, Қазақ әдебиеті газетінің бас редакторы сияқты қызметтерде істеп, дәрежесі де, атақ-абыройы да арта түсті. Әнуар Әлімжанов журналистиканың шеңберінде қалып қоймай, жазушылық жолға бірте-бірте кіре берді де көркем шығармаларға ойысты. Ойы ұтқыр, қаламы қарымды болып, сан түрлі тақырыптарда жаңа идея, мақсатты, жұрт қызығып оқитын көркем шығармалар жазды. Әнуардың «Вечные корни», 50 тысяч миль по воде и суше, «Пылающее копье» деген очерктер мен әңгімелерінен құралған кітаптарында да достық қарым-қатынас оның негізгі тақырыптарының бірі. Көркем шығармаларында да оған көңіл бөліп отырған. Асықпаған арбамен қоянға жетеді дегендей, ақырын жүріп, анық басып ақ тамаша туындылар жазды. Соның ерекше белгісі деп «Стрела Махамбета», «Гонец», «Возвращение учителя», «Дороги людей» атты романдарын атар едік.